Сәлеметсіңдер ме оқушылар, бүгін біз 75-ші сабақтың есептер шығару, яғни бірінші тапсырманы бірге орындайтын боламыз. Ең алдымен берілген оқимыз, суреттерге қара, егер мысалдарды дұрыс есептесең, саябақтардың атауын білесің дейді. Бізде екі саябақтың суреті берілген, бірақ қай саябақтың аты қандай екенін білмейміз. Сол үшін біз есепті шығарып, жауабын тапсақ, бізде мына жердегі цифрлар шығуы керек. Ең бірінші азайту амалы орындалады. 10 мен 7-нің айырмасы бізде 3-ке тең. 3 мен 4-тің қосындысы 7. 7 мен 2-нің қосындысы бізде 9 болады. Жауабы сонда 9. Бізде жауабы 9. Мына сурет, бұл жерде 28-ші гвардияшыл панфиловшылар саябағы. Амында жауабы 6 мен 3-тің қосындысы 9. 9 мен 4-тің айырмасы 5. 5 мен 5-тің қосындысы 10. Яғни жауабы 10 болады. Бұл суреттің атауы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті саябағы деп аталады. Ал мынау бұл 28-ші гвардияшыл панфиловшылар саябағы. Бұл бізде бірінші тапсырманың жауабы. Келесі бізде екінші тапсырма, бұл жерде есепті шығар дейді. Есептің берілген оқимыз. Саябаққа отырғызу үшін 15 жәшік қызыл, одан 5 жәшігі кем сарыгүл әкелінді. Неше жәшік сарыгүл әкелінді дейді. Бұл бізде екінші есептің А нұсқасы, яғни астындағысы қысқаша жазылу бойынша келесі есеп құрастыратын боламыз. Ең алдымен бізде не белгілі, соны анықтаймыз. 15 жәшік қызылгүл белгілі. Екінші, одан 5 жәшігі кем сарыгүл, яғни сарыгүлдің нешеге кем екені белгілі. Ал енді сұрағына назар аударамыз. Неше жәшік сарыгүл әкелінді, яғни бізде сарыгүлдің саны белгісіз. Ең алдымен біз есептің шартын құрастырамыз. Мұнда қысқаша жазылғаны бар. Үлкен әріппен қызыл гүл деп жазамыз. Қызыл гүлдің саны бізде 15 жәшік. Ж деп қоямыз. Келесі сарыгүл. Сарыгүлдің саны бізде белгісіз. Міне сұрағында неше жәшік сарыгүл әкелінді деп бізге сұрақ қойды ғой. Ал нешеуі кем екені белгілі. 5-еуі кем. Біз кем деген кезінде біз міндетті түрде не істейміз? Азайтамыз, иә. Енді есептің шешуін жазамыз. Шешуінде біз үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Яғни жауабы 10 сары гүл шықты. Біз енді жауабын жазамыз. Жауабын жазатын кезде біз сұрағына назар аударамыз. Сұрағы бізде сары гүлдің нешеу екені белгісіз болды. Сонда жазамыз. Кіші әріппен жазамыз. Сары гүл неше жәшік сонда? 10 жәшік әкелінді. Осымен біздің А нұсқасы шығар. Біз екінші есептің енді мына қысқаша жазылу бойынша келесі есеп құрастыр деген тапсырманы орындаймыз. Енді бұл жерде не жазамыз білмейтін болсақ, біз бағана нені таптық, біз соны бірінші жазамыз. Яғни біз сары жәшік, сары гүлді таптық, иә, неше жәшік бар екенін соны жазамыз. Сары гүл бізде болды 10 жәшік. Қысқартып Ж деп жазамыз. Ал енді біз қызыл гүл бізде белгілі болғандықтан, біз қызыл гүлді белгісіз деп аламыз. Екінші келесі есепте қызыл гүл белгісіз, бірақ бізде бағана 5-еуі кем болды ғой. Енді біз 5-еуін артық деп жазамыз. Яғни сары гүлге қарағанда. Енді есептің шешуін табамыз. Шешуінде біз не істейміз? Артық болса үлкен санға, артық болса барлық санды бір-біріне қосамыз. 10 мен 5-тің қосындысы 15-ге тең болады. Яғни бұл бізде қызыл гүлдің жәшігінің саны. Жауабына біз сұрағын, яғни бағанағы сұрақты көшіріп аламыз. Қызыл гүл 15 жәшік. Осылайша біздің екінші есебіміздің келесі есебі осылай құрастырылады. Келесі біз үшінші есепті, яғни тапсырманы орындаймыз. Ол үшін біз берілгенін оқуымыз керек. Есептерге сұлба таңда дейді. Яғни сұлба дегеніміз мына 3 сұлба. Бізде 2 есеп берілген. Осының ішінде екеуі бізге қажет. Оларды шығар дейді. Ең бірінші А нұсқасын оқимыз. Саябақта концерт өтіп жатыр. Бишілер 10 билеуі тиіс. Олар 3 би биледі. Биленбеген неше би қалды дейді. Яғни бізде сандарды белгілеп аламыз. Бізде 10 саны белгілі және 3 саны белгілі. Бұл есептің шартына жазылатындар. Яғни би билеуі тиіс. Мінекей, билеуі тиіс бишілер 10 би, ал биледі, соның ішінде билегені 3. Ал бізде сұрағы биленбеген неше би қалды, яғни біз табамыз қалғанын. Осы жердегі 10 мен 3-ті мына сызбадан табамыз. Бізде біріншісінде 70 пен 30 деген, яғни бұл емес. Ал екіншісі 10 мен 3 бар, ал үшіншісі 70 және 30 берілген. Бізге 10 мен 3, яғни екінші сұлба бізге сәйкес келеді. Бізде А нұсқасының сұлбасы осы болады. Енді біз есепті шығарамыз. Есепті шығару үшін ең алдымен есептің шартын құрамыз. Шартын құру үшін бізде іс-әрекетті белгілеп аламыз. Бізде іс-әрекет билеуі тиіс, биледі және қалды деген іс-әрекеттер. Енді бізде билеуі тиіс деп жазамыз. Номер 3-тің астына билеуі тиіс 10 би, соның биледі 3 биді. Бізде есептің шарты құрастырылды. Енді яғни сұрағы қалды. Нешеуі биленбей қалғанын табуымыз керек. Біз қалғанын анықтау үшін не істейміз? Үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Шешуі 10 мен 3-тің айырмасы 7-ге тең. Яғни қалған бидің саны. Яғни мына жерге Б деп қойсаңыздар болады. Қ демей. Жауабына біз сұрағын көшіреміз. Жауабындағы сұрақты көшіру үшін мына сұраққа қараймыз. Қалды, кіші әріппен жазамыз. Қалды 7 би.
яғни беленбеген 7 бие қалды деген сөз. Бұл бізде есептің А нұсқасы. Енді әсін оқимыз. Концертке бір мектептен 70 бала, ал екінші мектептен біріншіге қарағанда 30 бала артық келді дейді. Екінші мектептен неше бала келді? Бұл жерде де дәл осылай. Бізге қажетті сандарды белгілеп аламыз. 70 бала және 30 бала. 70 бала ненің саны? Яғни бір мектептен келген. Бір мектептен келген. Ал 30 бала екінші мектептен келген. Біріншіге қарағанда 30 бала артық келді дейді. Екінші мектепте. Яғни екінші мектепте бізде міне. Екінші мектепте белгісіз болып тұр баланың саны. Енді біз есептің сұлбасын таңдаймыз. Бізде мына жерде 30 бала артық дейді. Артық деген сөз бірінші сұлбада ма, екінші, яғни үшінші сұлбада ма? Үшінші сұлбада. Сонда бізге қажетті үшінші сұлба. Есептің шартын құрастыру үшін біз жазамыз. Бірінші м 70 бала. Қысқартып жазсаңыздар болады. Екінші мектептен белгісіз, міне екінші мектепте белгісіз келгені. Бірақ 30 бала артық. Біз артық десе, міндетті түрде сандарды бір-біріне қосамыз. Шешуінде 70 пен 30-ның қосындысы 100 болады. Бұл екінші мектептегі балалардың саны. Жауабына біз сұрағын көшіреміз кіші әріппен жазып. Бізде сұрағы екінші мектеп болатын. Екінші мектептен 100 бала келді. Осымен біздің үшінші есебіміз осылай шығарылады. Келесі бізде төртінші есеп, яғни тапсырмада салыстыр дейді. Бұл жерде ең алдымен мына жердегі жұлдызша бұл салыстыратын орын, артық, кем, тең белгілер қойылады. Ол үшін біз амалдарды орындап алуымыз керек. Өлшем бірліктерін 6 дециметр мен 4 дециметрдің айырмасы 2 дециметр болады. 5 дециметр мен 2 дециметрдің айырмасы 3 дециметр болады. 2 мен 3-ті салыстырамыз. 3 саны 2 санынан артық, немесе 2 саны 3 санынан кем болады. Келесі 30 сантиметрді біз 100 сантиметр мен 40 сантиметрдің айырмасымен салыстырамыз. 100 мен 40-тың айырмасы бізде 60 сантиметр болады. 30 сантиметр мен 60 сантиметр салыстырамыз. 30 саны 60 санынан кем. Яғни 60 саны 30 санынан артық болады. Келесі 30 сантиметр мен 10 сантиметрдің қосындысы 40 сантиметр, 40 сантиметр мен 20 сантиметрдің айырмасы 20 сантиметр. 40 пен 20-ны салыстырамыз. 40 саны 20 санынан артық, немесе 20 саны 40 санынан кем болады. Біздің төртінші есебіміз осылай салыстырылады. Бізде бесінші тапсырма, бұл логикалық тапсырма. Бұл жерде бос көзге қай фигураны таңдау керек? Бірінші біз мына қатарды қараймыз. Бізде бар пішіндер үшбұрыш, шеңбер және шаршы. Келесі екінші қатарда осы пішіндердің орны ауысып келген, яғни шеңбер бірінші келген, үшінші тұрған шаршы екінші келген, бірінші тұрған үшбұрыш үшінші келген, яғни түстері бар. Бұл сандар, иә? Осы сандағы пішінді таңдау керек, фигураны таңдау керек. Келесі бізде шаршы бар, нөмір екіншіде тұрған, және үшбұрышымыз бар. Бізде қалды не? Бізде қалды шеңбер. Яғни нөмір бірдегі мына шеңбердің несін пішінін осында салатын боламыз және жанындағы пішінмен салыстырып көреміз. Тапсырма сендерге ұнаған болса, комментарий жазып, лайк басып, комментарий қалдырып өтіңдер.